Сыншылдықтардан арылу үшін ораза ұстап көрейік. Уа жаратқан, тіліме күзет қоя көр, аузымның ашылуын бақылай көр. Забур жырлары 140 тарау 3 аят. Кетрин Маршалл деген жазушы «Жақынырақ жүру» деген кітабында былай деп жазады. Өткен аптада бір күннің басында Құдай маған сол күнге тапсырма берді. Маған сыншылдықтан арылу үшін ораза ұстау керек болды. Яғни, мен ешкім және ештеңе туралы сын айтпауға тиісті болдым. Сол күні түске дейін мен өзіме бір нәрсені жетіспегендей сезіндім. Өз-өзіме құрып кеткен біреу сияқты болып көріндім. Әсіресе түскі ас кезінде қатты қиналдым. Мен үндемей отырып басқаларды тыңдадым. Отбасымызда барлығы көп сөйлейтін. Сондықтан менің үнсіз бола қалғанымды ешкім де байқаған жоқ. Ал олардың үкіметімсіз заң жүйесі және қауымдар жайлы пікірталасы менің сыншыл пайымдауымсыз-ақ күнін көре алады екен. Алайда осы сыншылдықтан арылу үшін ұстаған оразамның нәтижесі әлі де көрінбей тұрды. Осының нәтижесін түстен кейін ғана байқай бастадым. Түстен кейін не болды дейсіз бе? Құдай маған өз өмірім жайлы жаңа аян берді. Осы игі нәтижесінің нақты нышаны қуаныш болды. Жылдар бойы ашылмаған керемет ойлар туа бастады. Құдайдың маған көрсеткісі келген нәрселерін көре бастадым. Мен бұрын көптеген нәрселер жайлы сын айтатынмын. Алайда осы сыншылдығымнан ешқандай пайда болған жоқ. Осының кесірінен тіпті менің тапқырлық шығармашылық дарыным әлсіреп кетті. Тыңдаңыз. Тілде өмір мен өлімнің билігі болар. Сөзге үйір, соның жемісін татар. Нақыл сөздер 18 тарау 21 аят. Теріс әсер ететін сөздердің кесірінен ахуал нашарлағанда оң пікірлі, яғни позитивті адамдар тіпті мұндай жағдайда өмір сүре алмайды. Оның үстіне адамдардан тапқырлық шығармашылығы да шектеледі. Адамдар бір-біріне сеніп, бірін-бірін қабылдаған кезде ғана тәуекелге бел буып, алға басып, арманына жете алады. Сондықтан сізге бүгін былай деп мінәжат ету керек. Уа жаратқан, тіліме күзет қоя көр, аузымның ашылуын бақылай көр.